Қадірлі көрермен, біз аудан әкімдері қайда тұрады, шаһар басшысы мен жеті ауданның әкімінің қайда тұратыны және мемлекеттен қандай көмек алатыны жөнінде тарқататын боламыз. Журналистердің арқалағаны алтын, жегені жантақ деген афоризм осы мәселеге де қатысты секілді. Әкім болумен қатар халқына жақын болуды құп көргендерге өзі басқаратын ауданнан қызметтік үй берілетінін білеміз. Бірақ қала әкіміне бөлек тұрғын үй берілмеген екен. Ал Жаңақорған әкімі Мұрат Жолкелдіұлы үкімет меншігіндегі 148-де 4 шаршы метрді қамтитын тұрғын үйде тұрса, Шиелі ауданының әкімі Нұржан Сәбитұлына 123-де 1 шаршы метрді алатын тұрғын жай берілген. Сол сияқты Сырдария ауданының экс-әкімі Мұрат Нәлхожаұлы 111-де 7 шаршы метрді құрайтын қызметтік үйде тұрады. Бұл үйде жаңа әкім Берік Әбдіғаппарұлы да қазір тұрақтанған болу керек. Жалағаштық әкім Асқарбек Темірбекұлы болса 240-та 7 шаршы метрлік үйде қоныстанған. Одан кейінгі Қармақшы ауданының әкімі Жандос Еркінбекұлына 128 шаршы метрді алатын тұрғын үй берілсе, Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Әуесұлы 167-де 7 шаршы метрді құрайтын үйден. Арал ауданының әкім болған Серік Сахитжанұлына 144-те 1 шаршы метрді алатын үй берілген. Міне, аудан әкімдері тұратын үйдің ауданы осыған тең, бірақ жеті аудан әкіміне берілген тұрғын үйдің ауданы мен жер көлемі әртүрлі. Дегенмен, бұл цифрларға қарап, сол ауданның жағдайына баға беруге болмайды. Бір таңғаларлығы аудан әкімі аппараттарынан теңгерімдегі тұрғын үйлерді күтіп ұстауға қаржы қаралмапты және соңғы жылдары күрделі жөндеу жұмысы да жүргізілмеген. Ауданның әл-ауқаты мен тұрғындардың жағдайын бақылап, атқаруға тиісті шараларды қабылдау үшін түрлі бағыттағы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аудандардың өзара бәсекелестікке қабілеттілігінде өсім бар. Оны бұған дейін басылым бетінде жариялап, жұмыстарымен ақпараттандырдық. Осыдан кеп, ойлы оқырманның кеудесінде мемлекеттік қызметкерлердің барлығына неге қызметтік үй қарастырылмайды деген сауал келуі мүмкін. Әрине, ол заңды. Соңғы уақыттары жастарды ауыл-ауданға бағыттаудың біршама тетігі қарастырылса да, одан жасалатын жағдай көңіл көншітпейді. Жалақының да көлемі мәз емес. Сондықтан қызметке орналасқан әрбір адам ол жерде қалғысы келмей, өзге жұмыс көзіне ауысуды ойлайды. Ал ауданға әкім болып барған мемлекеттік қызметкерлер қаншама уақыт бойы қызмет бабында жүріп, үкіметтің берген үйінде тұрудан жалтармайды. Сонда жоғарыда айтқан күрделі жөндеу жұмыстарының ажы салуы, оның ұзақ уақытқа дейінгі сақталып тұруына әсер ететінін түсінеміз. Ал жалақы жөніне келсек, табысты мөлшері аз деп айтуға келмейді. Бірақ жаңағы жастардың да тағайындалған әкімдердің де статусы мемлекеттік қызметкер. Айтқымыз келгені әкімдерге жағдай жасалмайды емес, жасалады. Тіпті оларға қызметтік үйде, көлікте қарастырылып қойған. Ауданға бағдарламаның бабымен келгендерге де осындай жағдай жасап қойса, бәлсінбей қызметін атқара берер еді ғой. Біз мұны салыстырмалы түрде жеткіздік. Ал аудан әкімдері қайда тұрады, оларға жағдай жасалған ба деген сұраққа оралсақ, үкімет өз-өзін ешқашан тамұққа тастамайды. Билік басында жүріп, халықтан төмен дәрежеде өмір сүру мүлде елестетуге келмейтін дүние. Әл-Фарабише айтсақ, халыққа қызмет етемін деген басшының ойында байлық, ілгері мансап тұрмауы керек. Ол шын ниетімен ғана іске кіріссе тілегіне жетеді. Ал дүние қуаласа, бұл жолда іздегенін адал таппауы мүмкін. Осы түйіннің артында қаншама ойдың ұшы шығып жатыр. Тарқатқан сайын тініне бойлай бересің. Дегенмен, 9 ауыз сөзін тобықтай түйіні біздің елде басшы да, қосшы да аш қалмайды. Үкімет жәрдемдеседі, халық болып көмек көрсетеді. Осы жағдай әрбір тұрғынға да бұйырса екен деген тілегіміз бар. Қалғанына уақыт төреші.